Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Гаухар. Бүгін үй жағдайында өте дәмді осындай пиццаны жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, рецептке лайк басуды ұмытпаймыз. Алдымен пиццаның қамырын жасап аламыз. Ол үшін бізге жылы су қажет болады. Оған аштығымызды, жарты шай қасық тұзымызды, бір шай қасық қантымызды салып, видеодағыдай жақсылап барлығын араластырып, аштығымыз көтерілгенше шамамен 10-15 минутқа алып қоятын боламыз. 10-15 минуттан кейін біздің аштығымыз әдемілеп көтеріледі мінекей. Енді иісі жоқ өсімдік майын қосамыз. Өсімдік майының барлығын қоспаймыз, сәл ғана түбінде бір шай қасықтай алып қоямыз. Одан кейін ұнымыздың жартысын қосып, бірінші қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан кейін қалған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Егер қыздар ұнның барлығын бірден салып жіберетін болсаңыз, сіздің қамырыңыз қатты болып кетуі мүмкін. Енді манағы қалған өсімдік майының қалғанын салып, тағы да жақсылап бір 3-4 минуттай қамырымызды илеп, бетін жауып, көтерілуге алып қоямыз. Енді қамырымыз көтерілгенше үстіне жағатын соусын әзірлейтін боламыз. Ол үшін бізге қызанақ қажет. Қызанақтың осылай бетін 4-ке бөлетін боламыз. Өйткені қазір біз қызанағымыздың бетінде пленкасын алған кезде ол оңай алынатын болады. Одан кейін бетіне ыстық суымызды қызанағымыз батырылып тұратындай етіп құйып, тағы да бір 10 минуттайға алып қоямыз. 10 минуттан кейін мінекей қыздар көріп тұрсыздар, қызанақтың пленкасы бетіндегі оңай алынады. Жақсылап барлығын алып, блендерге салып, блендердің көмегімен езіп алатын боламыз. Блендер үйіңізде болмаса еш нәрсе етпейді, онда қарапайым шанышқының көмегімен езіп алсаңыз да болады. Бетіне жағатын соусын бастаймыз. Ол үшін табаға 3 ас қасық өсімдік майын қосамыз. Жақсылап қызғаннан кейін бір сарымсақты үккіштен өткіземіз. Менде сарымсақ болмағандықтан кептірілген сарымсақ түрін пайдаландым. Біздің соусымызға дәм беретін ол орегано дәмдеуші болып келеді. Орегано дәмдеушінен бір шай қасық қосамыз. Қыздар көп қуырмаймыз, бір 15-10 секунд қана қуырсаңыз жеткілікті. Өйткені одан да көп уақыт қуырып кетсеңіз, орегано соусы шамалы күйіңкіреп, сіздің соусыңыз ашқылтындау дәм беретін болады. Одан кейін томатымызды, яғни қызанағымызды саламыз. Бұл кезекте айтар кеңесім, қызанақтан қып-қызыл, яғни етті түрін пайдаланған жақсы. Сол кезде сіздің соусыңыз қып-қызыл болып шығады. Одан кейін бір шай қасық паприкамызды қосып, бір 20 секундтай қуыратын боламыз. Мінекей біздің соусымыз дайын. Кетчуп, майонездің орнына осы соусты пайдаланамыз. Соусымызды әзірлегенше қамырым жақсылап көтерілді. Енді қолымызды майлап, жақсылап басып жібереміз. Одан кейін теңдей 2 бөлікке бөлеміз. Мінекей енді астына жабысып қалмау үшін пергамент қағазын төсейміз. Қолдың көмегімен әдемілетіп, осылай дөңгелекті формасын жасайтын боламыз. Бортиктарын шығарамыз. Енді үстіне манағы дайын болған соусымыздан 2-3 ас қасықтан қосып, жан-жағына әдемілетіп, жағып шығатын боламыз. Пиццамыздың дәмді болуының бірден бір себебі қыздар, ол ірімшігінде. Мен осындай моцарелла ірімшігін пайдаландым. Эмир немесе сулугуниді да екеуін қосып пайдалансаңыздар болады. Енді пиццамыздың бетіне жан-жағына ірімшігімізді салып шығамыз. Шамамен 100-150 грамдай ірімшікті салатын боламыз. Одан кейін әдемілетіп шұжықтарымызды саламыз. Шұжықтар менде үлкен болғандықтан мен ортасын бөлдім.
250 градуста, яғни пештің ең үлкен градусында жақсылап қыздырып, пиццамызды 10-12 минуттай пісіріп алатын боламыз. Пиццамыз дайын болды. Осындай жұмсақ, дәл пиццериядағыдай болып шығады. Ал екінші соусты мен балдарға жасадым. Өйткені менде балдар бұл соуспен жегенді онша ұнатпайды. Сол себепті оларға қарапайым кетчупты жағып, дәл манағы бірінші видеодағыдай пиццаларымызды әдемілеп жинап шығатын боламыз. Пиццаңыздың сочный болғанын қаласаңыз, кетчупке майонезді қосып осылай жақсаңыздар болады. Ірімшігімізді саламыз 100-150 грамдай, одан кейін шұжықтарымызды салып, қыздырылып тұрған пеште, әркімнің пеші әртүрлі 7-8 минуттай біздің пиццамызды пісіретін боламыз. Пиццаның рецепті ұнап жатса қыздар лайк басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаймыз. Сіздермен бірге болған Гаухар ас болсын.